حديث. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا الطاهر، رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. Абдулла ибн Аби Бакр радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жазған рисаласында Амр ибн Хазмға жіберген айтылды дейді. Құранды тек қана таза адам ұстасын дейді. Құранды тек қана тазаланған адам ұстасын дейді. Енді мағынасы дұрыс бұның. Негізі Шейх Аль-Албани бұны Ирваул Ғалилде дағиф әлсіз хадис деп айтады. Өйткені оның арасында, риwayatты жіберген хадистің арасында Сулейман ибн Аркам деген кісі бар екен. Сулейман ибн Аркам дағиф болғандықтан. Жалпы бірақ мағынасы дұрыс. Мағынасы дұрыс оның хадисін дәрет алып ұстау керек. Құран мұсхаф бар ғой, мұсхаф. Бұл жерде Құран дегенімізден мұсхаф айтып жатқанымыз, қолымызға алып жаңағы оқыған кезде. Ал былай жатқа айтатын болсаң, өзің бұрынғы жаттап алған аяттарын, бұл кезде тахарат шарт емес алу. Тек қана кітапты қолыңа ұстап сол кезде. Сондықтан басқа әйелдерде, хайд нуфаса әйелдерде сол кездерде ұстамайды. Ұстаса да немене алады? Жаңа перчатка киіп, немесе жаңа нелерін, беттерін ауыстырған кезде қаламмен ауыстырып, қолмен тимей, қаламмен бүйтіп ауыстырып, беттерін солай оқыса болады. Жалпы Құранда сосын аят бар, бірақ ол аят бұл жайлы емес. Мысалы Құранда мынандай аят бар: ла ямассаху иллал мутаххарун деген сияқты, иллал мутаххарин деп солай келеді. Оны тек қана тазалар ұстайды деп. Бұл жерде ол періштелер жайлы айтып жатыр. Періштелер жайлы лаухул махфуз. Алла Тағала бүкіл анау адамзаттың бүкіл мақлуқтардың несін қадірін жазып кеткен кітап бар ғой, сол жайлы айтылып жатыр ол жерде. Оны тек қана тазалар, періштелер ұстайды деген мағынада, оны шайтан оған тие алмайды деген сөзде. Ол жерде Құран жайлы айтылған жоқ, мұсхаф жайлы. Бірақ мынау хадистің мағынасы дұрыс. Келесі хадисіміз, сонымен Құран ұстаған кезде, мұсхаф ұстаған кезде дәлел беріп болыңыздар. Ан Айша радиаллаху анха قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وألفه البخاري. Айша анамыздан келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла Тағаланы әр кезде еске алған деген, зікір істеген. Бұл дегеніміз күллі деген сөз бүкіл енді кіріп кетеді, оның ішіне туалетте бәрі деген емес, жаман жерлер мысалы. Білеміз ол, ондай жерлерде адамның Алла еске алмайды. Мысалы, сондықтан туалеттен шыққан кезде не деп айтады? Маған Құран әке деп айтады маған. Соның бір версия бойынша ғалымдар айтады, ол өйткені Алла Тағаланы әрдайым еске алатын болған, ол туалетте еске алмаған үшін сол үшін кешірім сұраған деген мағынада. Сондай сөздер бар. Басқа да сөздер бар, мысалы, сол іштен шыққан затты Алла Тағала оңайлықпен шығарып, ешқандай қиынсыздық туындырған үшін сол үшін Алла Тағала рахмет ретінде айтқан деген сөздер бар. Жалпы жандай жаман жерлер болмаса, жалпы не алу керек? Алла Тағаланы еске алып жүру керек әрдайым. Зікір етіп, салауат айтып. Алланы еске алған сайын, ол сенің ең шайтанға қарсы қорғаның болады. Саған ештеме істей алмайды. Азанғы, кешкі зікірлер болсын, жалпы зікірлер болсын. Тіпті ғалым кісілер оған сұрақ қойған кезде, сұрақ жауап береді, содан кейін екінші сұрақ қоямын дегенше зікір істеп отыратын болған, жай ғана уақытын кетірмей, зікір айтып отыратын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннетінен. Келесі, ан Анас ибн Малик радиаллаху анху анна набий саллаллаху алейхи вассалам тажама ва салла ва лам ятавадда, ахраджаху Дарақутни ва лайянаху. Анас ибн Малик, кім ол Анас ибн Малик? Хадимун наби, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның
қызметшісі, білеміз. Ол айтады, мен 10 жылдай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қызмет еттім, маған бірде-бір неге мынаны істедің, немесе неге мынаны істемедің деп айтқан емес дейді. Көрдіңдер ма, қаншалықты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жақсы мінез. Сол Анас ибн Малик айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хиджама істеді дейді. Одан кейін барып намазға тұрды, ешқандай тахарат алмай. Оны хадис Дарақутниға келтіреді, бірақ андай әлсіз. Бұл жерде айтады, астында Дарақутни деген бұны хадисті әлсіз деген жоқ. Бірақ оның басқа Аузаидан келген сөзін жақсырақ деп айтты дейді. Жалпы тахарат алу шарт емес. Неден хижама істеген кезде қан, кейбірлерде қан шықса, ол деген не болады? Бұзады дейтін мазхабтар бар, бірақ қан деген екі жаңағындай жерден шықпаса, адамның шығатын жерлерінен, нәжіс шығатын жерлерінен, мысалы әйелдерде немесе іші ауырып, мысалы ішінен болмаса, ол жалпы денеден шыққан қан бұзбайды тахаратты. Оған қандай дәлел? Сахабалар мысалы тұрады намаздың үстінде, оларға сол соғыс кезінде, жихад кезінде үстіне атып жаңағындай немен, садақпен тиген кезде намазын тоқтатпайды да оқи береді. Егер де сол шыққан қан тахарат бұзатын болған кезде, олар тоқтататын еді намазын. Сосын барып қайтып дәрет алды, бірақ олар сол күйінше бітіріп тастаймын деп намазын тұра беретін болған. Сондай мұрыннан кеткен сәл қаннан ондай көп қан кетпесе, бұлай не алады дейді. Ғалым кісілер айтады, бұзбайды дейді оны. Тахаратты бұзбайды. Қашан бұзады? Егер де сол екі нәжіс шығатын жерлерден шықса, қан ол кезде бұзады. Келесі хадисіміз Муауиядан, радиаллаху анху. Қала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, әл-айну وكاء السهي فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد ومن نام فليتوضأ. وهذه زيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء. وفي كلا إسنادين ضعف. Бұл хадистің иснадында әлсіздік бар дейді. Аз аударамыз. Уали Аби Дауд айдан ан ибн Аббас марфуан иннамал вуду аля ма нама муттажиан. Бұның да иснадында әлсіздік бар. Жалпы бірақ мағынасы дұрыс. Дәретті ұйықтап қалсаң дәрет алу жайлы. Ол жайлы анадында айтып едік. Бұл хадис айтады, көз дейді да, ол деген анау адамның дәрetsindіратын жері бар ғой арттағы. Соның несі дейді, байлайтын заты дейді, байлайтын заты көз. Ол көз ұйықтаған кезде байлайтын жер ашылып кетеді дейді. Мынау қап бар ғой, кішкентай қапшықтар жабасындар ғой, былай аузын байлап тартып тұрып. Сол сияқты дейді көз. Егер ұйықтап кетті ма, ол ашылып кетеді. Ол дегеніміз не мағынада айтылған? Адам уже артындағы затын контроль етпейді деген сөз. Ұйықтап кетті ма, ол жел жіберіп қою мүмкін, білмей қалуы мүмкін дейді. Сондықтан ол адам дәрет алу керек. Ашылып кетті дегені сол дәрет алып кетті. Жел жіберіп қою себебі сондай болып қалу мүмкіндігінен. Жалпы ұйқының өзі ғана бұзбайды тахаратты, ұйқының өзі ғана. Бірақ не бұзады? Соны білмегендіктен сен ар жағынан шығып кетті ма, көбінесе адам көзін жапып ұйықтап кетті ма, бітті, ол жел жібереді, ол білмей қалады, біткен, сезбейді оны. Сол үшін біз дәрет аламыз. Алдында айттық, ал егер де отырып ұйықтаған болса, сахабалардан келді ғой. Мысалы Айшаны күтіп отырады дейді, түнгі намаз. Көздеріне жабып отырған күйінше. Тұрды да, сосын қамап берген кезде барып намазын оқи қалды. Ешқандай дәрет алмайды. Өйткені отырған ұйқы, ол көбінесе адам бәрін естіп отырады.
қасында не болып жатыр, кім не сөйлеп жатыр, онда ұйқы, қатты ұйқы емес. Қандай ұйқыдан дәрет аласың? Жатып ұйықтағаннан. Жатып ұйықтаған кезде адам не? Қатты ұйықтайды да ол. Ал отырып ұйықтағаннан емес. Так. Тағы аламыз ба жігіттер хадистен? Кім не айтады жігіттер? Абдурахман, не айтасың? Ибрахим. Абу Юсуф. Алайық. Тағы да бір-екі хадис алайық, сосын тәжвидке көшеміз. Тәжвидке көшеміз. Кіретін адамдардың көбісі кірді. Так. Ерлан ақи кірдіңіз ба? Абу Махди. Ерлан ақи сіз ба? Ассаламу алейкум. Уалейкум баракатух. Как раз Ерлан, Так, келесі хадисіміз Ибн Аббастан радиаллаху анхума, анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам қала, яти ахадукуму шайтану фи салатихи, فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث. Ибн Аббасқа келеді, шайтан дейді, намаздың үстінде келеді дейді біреулеріңе. Және де адамның артқы жері бар ғой, отыратын, сол жерге үрлейді дейді да. Жаңағы нәжіс шығатын жерді айтып жатыр, сол жерге. Және де адам не ойлап қалады дейді, қалай? Ол жерден жел шығып кетті ма деп ойлап қалады. Намазда сәждеге барғанда көбінесе сондай сезім болуы мүмкін да. Бірақ не шыққан жоқ дейді, ешқандай жел шыққан жоқ. Не үшін істейді? Адамдар сол намазын бұзсын деп айтады да, бұзу намаздан шықсын деп сондай әдейі ой салады да. Бұл мағынада айттық сіздерге алдында. Бұл Баззар әкелген, Ахраджаху Баззар. Бірақ бірде біреудің сондай сезім болса дейді, намазынан шықпасын дейді. Намазынан шықпасын дейді. Тек қана естімейінше даусын, желдің шыққан, немесе иіс шықпайынша, иісін сезбейінше намазын оқи береді. Жай ғана шәк үшін не қылмайды, асыл затты тастамайды. Бізде әлі усул фиқта хадис не бар, қағида бар. Андай асыл зат, асыл иісінге болған бәрі зат, ол шәкпен не қыла қылмайды, батыл болмайды. Шәк ол жай ғана не, сомнение. Сен асылың бар, тахаратың бар. Сен бір шәк болғанға затқа қоя салмайсың ол затты. Сондықтан иісін сезбейінше немесе дауысын естімейінше 100% соған дейін оқи бересің. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد لمسلم عن أبي هريرة نحوه. Бұның асылы бұл хадистің Бухари Муслимде келеді дейді. Хакимде келеді. وعن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. Егер де біреулерің намаздың үстіне шайтан айтса дейді оған, сенің дәретің бұзылды десе, оған айтыңдар, өтірік айттың деген сияқты. Ол Ибн Хиббан деп фалиякул фи нафси, ішінен айтсын дейді да. Шайтанмен сыртында сөйлесіп тұрмаңдар, намаздың үстіне болмайды екен. Сөйлеу ол намазы бұзады. Намаздың үстіне сен өтірік айттың деп қазақша айтып тұрсаң, сосын намазың бұзылады. Ішінен өз-өзіңе айт деген сөзді, анау шайтанға беріп кетпе деген мағынада ғой. Намаздың үстіне сөйлеуге болмайды. Және соңғы хадис бүгінгі алатымыз. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه أربعة وهو معلول. Так, қазір сендерден мен сендерге сұрақ қоямын. Көреміз, кім сендердің бауырларың өте алғырсыңдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай дәрет сындыратын жерге кірген кезде несін шешті дейді? Сақинасын шешті. Сұрақ, не үшін шешті? Кім айтады маған? Айтыңдар. Екен солды. Кішкентай жерге су тимей қалса тана алмайды. Хорошо, сенің жауабыңды қабылдадым. Тағы кім не айтады? Дәрет алған кезде дәрет бүкіл жерге тию үшін айтты. Жақсы версия негізі. Тағы кім айтады?
Басқа жоқ па не? Үлкен бауырларымыз серік болайық. Абу Махди не айтасыздар? Абу Юсуф жоқ па версиялар? Бар, бірақ ол мындай сондай версия. Сондай ма? Жарайды, мен сендерге жауабын айтайын онда. Алдында ұмытып қалдыңдар ма не? Субханалла, Ат-Тирмизи, имам Тирмизидің кітабында Шамаил Мұхаммадия оқыдық қой. Оның сақинасында не деп жазылып тұратын еді? Ля иляха Алланы еске алатын оның, иә? Алланың еске алатын сөздер болатын еді. Мұхаммадun Расулулла деп жазылатын еді. Естеріңде ма? Мұхаммад Алланың елшісі. Сол ол де Алланың аты жазылғандықтан сол кіруге, ондай жерлерге, жаман жерлерге кірмеу үшін шешетін болған дейді. Немесе оны сақда не бар сондай, мынау, сол дұрыс. Шешкен себептерін да. Сосын барып тағы қалай киетін болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сақинасын, жалпы мынау Мұхаммад Расулулла деген жерін қолын алақанына қарата бұрып қойып киетін еді. Сыртқа емес, көрінетін жеріне, ішіне қарата бұрып киетін болған екен пайғамбарымыз. Ол жай пайда ретінде айтқан. Мынау хабарис деген білесіңдер, оны қалдыра салайық, иншалла. Қазір сақинаның ішінде бұрғаны кішіпейілділігінен бе сонда? қалай? Кішіпейілділіктен ба, ана өз атын көрсетпес үшін алақан жағын, или Аллахты ұлықтап сыртқа қаратқан ба? Түсінбедім. Саллаллаху алейхи уассалам дегенде алақан жағына қаратқан деп айттыңыз ғой. Иә. Сыртына, сол Аллахты ұлықтап жаздың сыртына, қолын сыртына қаратқан ба сонда? Қандай мағынада дегенім ғой? Оның мағынасын қазір ұмытып тұрмын. Жалпы былай киген кезде ішіне қарата киген деген ба, соны сұраватсыз ба? Иә. Мүмкін қазір бір өзіме ойымнан айтпай ақ қояйын, бір қарап жіберіп, сосын айтамын иншалла. Неге сондай? Бір версиялар бар, қазір бұрын оқыған есімде жоқ та, соны бір қарап жіберейік, иншалла айтамыз. Так, сосын көп кие бермеген негізі. Сондай не кезде, мысалы, қол қойған кезде, өйткені кейбір нелер басшылар, жаңағы царь деп айтады ғой, хандар, жаңағы солардың кезінде несіз, печатьсіз қабылдамайтын болған рисалаларды. Сондықтан соны айтқан кезде маған печать жаңағындай істеп беріңдер дейді да, сақинадан күмістен істеледі. Өйткені кейбіреулерге былай хат жазсаң, мысалы періштерге, олар ше тыңдамайды сені, не ол дейді, алып лақтырып жібереді. Соны айтып, оларды шақыру үшін дінге солай печать үстінен қояды да, Расулулла деп ше, Мұхаммад Расулулла. Сол үшін істеткен да. Көп кие бермеген, көбінесе оны кие бермеген жаңағы несін, керек кезде киетін болғанда жаңағы несін, сақинасын. Так, мынаны иншалла сосын да қалдырайық. 86-шы хадистерімізді. Қазір иншалла біз тәжвид сабағы, асыл бізде тәжвид сабағы да бұл. Мынау хадис бұл жай балалардың жиналам дегенше оқылатын зат. Так. Барлығы жиналды, жігіттердің барлығы жиналды. Мынандай бір PDF документіміз бар. Адам бір Алла разы болсын, жақсы жинаған екен. Мәт жайлы сөйледік біз алдында, мәттәрді, мәт. Мәт дегеніміз не, сіздер айтыңыздар. Мәт дегеніміз не? Айтыңыздар, мәт дегеніміз не? Мәт дегені созылатын. Айтамын. Мәт дыбысты созу деп мәт әріптері тақырыбын түсіндірілді, бірақ ол тәжвид созылып оқу екі қаракатқа немесе 4-6 қаракатқа дейін созу үшін арнайы себептер қажет.
Мәд деген жалпы созылу деген сөзіміз. Мәд дегені диамундо. Үш әріп болады. Қандай әріптер мәд әріптері? Я, вау, алиф. Я, вау, Алиф. Бұлардың Алиф. барлығы жігіттер сукунмен келу керек. Міне жазып қоймын да. Алиф те сукунмен келу керек, вау да сукунмен келу керек, я да сукунмен келу керек. Бірақ бұл үш әріп созылу үшін оның алдындағы әріптер, оларға қосылып тұрған әріптер қандай харакатпен келу керек? Хамза. Дұрыс емес, хамза деген харакат емес. Алифтің алдында фатхамен келу керек, уаудың алдында доммамен келу керек харакатпен сөз. Және яның алдында кәсрамен келу керек харакат. Мысалы, джим әрпі бар. Жа, жу, жи. Любой әріп. Мим болса ма, му, ми. Өйткені бізде фатха дегеніміз ә деген дыбыс бар, одан кейін еще алифіміз бар, екіге созылады. Домма у деген дыбыс береді, одан кейін уауымыз бар, екі харакатқа созамыз. Кәсра ол асылында и деген дыбыс қой, одан кейін я бар, ол да сосын қосылып екі харакатқа созылады, жи деп. Сол екі харакатқа созылатын мәттің аты қандай? Мат бадал. Мат табиғи. Мат табиғи. Табиғи. Мәт бадал демеңдер, мәт бадал емес. Мәт табиғи мәт ол, табиғи мәт. Хорошо. Мат бадалда екі харакатқа созылады. Мен mesela неше харакатқа созылатын мәтті білесіңдер деп жатқан жоқпын ғой мен. Мен сендер айтып жатырмын, мынау қосып тұрған үш түріне, үш суретте әкелдім. Фатхамен, доммамен, кәсрамен. Осы мәттің атын сұрадым. Мәт бадал білем, екі харакатқа созылатын. Мәт бадал қандай ол? Аты айтып тұр оның мәт бадал дегеніміз. Ауысу деген сөз. Бадал дегеніміз ауыстыру. Ол жерде я, вау, алиф әріптері ауысып кетеді, хамзаға ауысып кеткен кезде. Хамза көрсін, хамза жоқ. Қай жерде мысалы мәт бадал болады? Мынау иманан деген сөзде. Иманан. Осы жерде мынау я, ол асылында хамза болған. Ол хамза ауысып кетті яға. Осыны мәт бадал деп айтады. Білдір ма? Сосын көбінесе мәт бадалда бірінші хамза келеді, одан кейін барып әлсіз әріптер келеді. Алиф, вау, я әріптер. Бірінші хамза тұрады бірінші жерде. Бұл жерде хамза да жоқ мысалы. Мәт бадал сол. Келесі сұрақ. Любой мәт, әрбір мәт себептермен созылады. Қандай себептермен созылады? Хамза ма? Бірінші себебі хамзаның себебімен созылады. Екінші себебі Сукун. сукунның себебімен. Мысал қараңдар. Мысал қараңдар. Илан фағна. Мына жерде мәт әрпін көріп тұрсыңдар. Деп жатқан, мынау мәт қайдан мәт білемін? Өйткені алиф одан алдында фатхамен келіп тұр. Осы аны неге мен төртке создым? Өткен себеп мынау. Хамза келгендіктен. Хамза осы себеп екі емес төртке созып жіберді мынау хамза. Дегенде төртке созған себебім одан кейінгі келген мынау не? Хамзаның себебі. Немесе мынау әс-сәмәи деген кезде мынау алифті не үшін создым төртке? Мынау хамза үшін. Осы себептер жынды ма? Маттың созылу себебі хамза. Түсінікті болып отыр ма? Серік Бұлақи? Абу Махди, түсінікті болып отыр ма? Маттың созылатын себебі хамза екен. Немесе мынау. Я юхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нар. Өздеріңді және жанұяларыңды тозақтан сақтаңдар деп Алла тағала айтады. Қу, міне уау әрпі келіп тұр. Мәт. Неге ол екіге созған жоқ? Төртке созып, өткені келесі хамза келді. Анфусакум деген хамза. Екіге де созуға болады бұл мәтті. Хамза қолтық екені әсер ете ме сонда?
Манау хамза оған әсер етіп жатыр. Мынаның созылған себебі 4-ке немесе 2-ге. Манау себеп хамза себептен. Сол хамза қотық үйген әсер етіне ма? Мынандай өткір хамза. Қатайы келу керек. Хамзатул қата болу керек. Ана уасыл хамза. Жоқ, уасыл емес, қатайы дұрыс, қатайы. Той. Именно қатайы. Немесе мына инни аманту деген кезде, мынау хамзаның кесірінен мынаны 4-ке де созуға болады. Болады деген сөзіміз 2-ге де созуға болады өткені. Инни аманту деп кетсең де болады, 2-ге ғана, 2 қаракатқа. 4-ке созатын болсаң, инни аманту болады. 2-де 4-те дұрыс бола береді. Бұл мәттің аты қандай? 2 сөзде келсе, мына жақта мәт бір сөзде келді. Мутфасил. Монфасыл деп айтады. Мәт жайыз монфасыл. Монфасыл деген переводы бізде бөлек мәт деген сөз. Мына жерде бір сөзде мәт келді, екінші сөзде хамза келді. Ал мына жерде міне Каусар сүресін білесіңдер. Инна бір сөз. Шынында да біз деп жатыр. Саған бердік дейді. Атойна деген бердік саған. 2 сөзден тұрады. Ал мына жерде бәрі бір жерге келген, қараңдар. Су ән деген бір сөз. Айтпайсың оны, су бір сөз, ән деген бір сөз демейсің ғой. Екеуі бәрі бір сөзге келген. Оны қандай мәт деп айтады? Муттасил. Мұттасыл, ол бірге мәт. Мұттасыл деген бірге, мұнфасыл деген бөлек деген сөз. Мынау мәт уәжіп мұттасыл, мәт уәжіп мұттасыл. Мынау мәт жайыз мұнфасыл, бөлек 2 сөзден тұрады. Екеуінде де бірақ не бар? Хамза бар. Хамза мына жерде 2 сөзде бөліп келген, мына жерде бәрі бір сөзде келген. Сондықтан мұттасыл мәні. Мына жерде неше харакат қосамыз? Мына жерде 4 немесе 5 харакат қосамыз. 4-5 харакатқа. Мына жерде де 4-5 харакатқа созуға болады. Бірақ 2-ге де созса болай береді. 2-ге созса да болай береді. Мынау мұнфасыл мәтті. Бұның бәріміз алдында алдық. Қазір былай қайталап, тез қайталап өтіп жатырық. Так, мәт ләзим бар. Қараңдар, біз айттық қой. Любой мәт 2 себеппен созылады деді. Немесе хамза себебімен созылады, екінші себебі сукун себебімен созылады. Осы сукун себебімен созылатын мәттер міне мәт ләзим. Әл-хаққа. Хаққа сүресіне келеді, 6 харакатқа созу керек. Неліктен десең, мынау мәт міне мәт. Одан кейінгі әріпке қараймыз. Одан кейінгі әріп қоф әріпі келген шәддемен. Шәдда дегеніміз не деген сөз? Шәдда дегеніміз 2 қоф келген деген. Біріншісі сукунмен, екіншісі харакатпен. Шәдда дегеніміз 2 әріптен тұрады. Біреуі сукун, біреуі харакат. Осы сукуны үшін, осы сукун, әлифтен кейін келген сукун, сол себебі болып тұр. Ненің себебі? 6 харакат қосамыз. Сондықтан Фатиха сүресінің барлықтарын білесіңдер. Уәләддаллин деген келсе, мынау дотты 6 харакат қосамыз. Келесі ләм өткені сукуны бар, ләмнің ішінде мынақта сукуны бар. Шәдда тұрса, бұяқта 2 ләм бар. Біреуі сукунмен, екіншісі кәсірамен. Түсінікті ба? Жарайсыңдар. Так, Абдулбар сабақтың үстінде бар. Так, Төлеухан бар. Бүгінгі алатын тақырыбымыз, мынау бұл баяғыдан әшейін қайталап келе жатқан, Мәд арид ли сукунды алдық па сіздермен? Мәд арид ли сукун дегенді? Жоқ. Жоқ па? Алған жоқ па да? Алдық па? Алдық. Ұмытып қалдыңдар, хорошо, онда бүгін қайталау болсын. Мәд арид ли сукун дегеніміз сукунға тоқтаймыз ғой біз. Аяттардың соңында сукунға тоқтаймыз. Мысал айтайық. Қандай болсын? Нәс сүресі да. Кул аузу би роббин нас, маликин нас, илахин нас. Мына мынау нас деген сөзге қараңдар. Негізі ол жерде кәсра тұр мына. Кул аузу би роббин наси негізі. Роббин наси. Айт дейді Мұхаммад. Алладан адамдардың Раббысы болған Алладан
пана тілеймін деп, иә, Роббин нас. Кәсірі, неге біз оны сукун қылып оқимыз десең, айтамыз, мынау аяттың соңында біз тоқтаған кезде, мына жерде тоқтаймыз ғой. Біз оны соңғы әріпті сукун қыламыз. Құляузу би роббин нас дейміз. Соны нас деп тоқтаймыз осы жерден. Осындай мәтті соңғында тоқтайсың, сукун қыласың, бірақ ол асли сукун емес. Асылында ол кәсірі. Тоқтаған үшін болған сукун, оның алдындағы мына мәт, мына нәс деген мәт қой, нун фатхамен келіп тұр, одан кейін әлиф келіп тұр, мына мәт әріптері. Естеріңе салам, мәт әріптері вау, я, әлиф. Мына жақта әлиф келді. Бисмиллахир-рахманир-рахим деген кезде мына жақта я сукунмен келіп тұр. Құл я аyyuhal кафирун деген кезде мына вау келіп тұр сукунмен. Бұның бәрі мәт әріптері. Сол жерде мына тоқтаймыз ғой, тоқтаған кезде сукун қыламыз. Құл я ayyuhal кафируна, негізі ол жақта фатха. Құл я ayyuhal кафируна. Бірақ біз ол фатханың орнына сукун қыламыз, дұрыс па? Аят тоқтағандықтан. Осындай тоқтауды сукунның себебімен болған соңғы әрпінде, оның алдындағы мәт әріптері мына наси, ар-рахим деген кезде я әрпі, нас дегенде әлиф, кафирун деген кезде мына вау, барлығы мәт әріптері. Осындай мәтті мәт арид лиссукун деп айтады. Мәт арид лиссукун. Неше харакатқа созамыз, айтыңдар сендер. Абдулбар айтсын, неше харакатқа созамыз? Я кажется. М? Мадалик. Кім? Алтыға ма? Тағы да қандай версиялар бар? Екі. Екі дейді, біреуі 4 дейді, біреуі 6 дейді. Жігіттер, үш жауап та дұрыс. Үшеуін де айту керексіңдер. Біреуден айтпаңдар. 2, 4, 6. Үшеуіне де созуға. Егер де сен сүрені бастаған кезде 2 харакатқа создың ба, соңына дейін бітем дегенше 2-ге соз. 4-ке создың ба, бітем дегенше 4 харакатқа соз. 6-ға созып бастадың ба, соңына дейін 6-ға соз деп. Мысалы, Фатиха сүресімен мысал келтіремін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Аламин деген кезде яғай. Соңына қараңдар, мән бөлдір. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Дин деген кезде, рахим деген кезде сөздер көрінеді ма? 2-ге. Ал енді 4-ке созатын болсаң, оны бүкіл жерде 4-ке созу керек. Әлхамдулиллахи раббил аламин. 4 харакат дегеніміз не? Мин дегенде 4-ке дейін саусақпен санайсың. 4-ке дейін саусақпен санайсың. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Осы. 6-ға да созуға болады. Ең басына 6-ға созсаң, онда қара соңына дейін 6-ға. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Ияка нa'буду ва ияка настаин. Түсінікті ма? Мәд арид лиссукун. 2-ге де, 4-ке де, 6-ға да бәріне соза бересің. Так. Онымен мәттің түрлерін алдық. Мынау осы бетте, мынау екінші бет қой, осы PDF-тің екінші бетінде да. Қалқала деген правило бар екен да. Қалқала әріптері нешеу? Қоф, бә, жим. Хот Қоф, бә, бұжат жим. әріптер ғой. Қот бұжат әріптері деп айтыңдар. Қоф, то, бә, жим, дәл. Қоф, то, бә, жим, дәл. Қот бұжат. Так. Ахкам мен нуни он мими мушаддатайтайни. Мим мен нун шаддамен келсе қалай айтамыз біз оларды? Қалай оқимыз? Нун мен мим Құранда шаддамен келсе. Қалай оқимыз ол? Ағай, нунды Мұрын мем қылып оқимыз ба? Нунды мемға айналдырып жібереміз. Жоқ, нунды мимге аударамыз. Аны жасырын. Жоқ. Ғуннамен деп айтқан адам дұрыс айтты. Ғуннамен мұрыннан шығарады жігіттер.
Анна, инна, лакинна, мимма, амма, jamma. Мұрыннан шығу керек, түсіндер ма? Оған күшті мына жақта мысал келтірген. Сіздер барлықтарыңыз жаттаған сүре. Такасур, аль-хакумут такасур. Сумма латус'алунна йаумаизин анин наим. Ана, сумма мим шадда менген. Латус'алунна мұрыннан шығады. Түсіндер ма? Қалайша оқу керек, өшім оқуында мен оқу керек, мұрыннан шығу керек. Так, иншалла, келесі сабағымызда жігіттер, біз екінші мына PDF-тің екінші бетінен үшінші бетіне өтеміз. Мына үшінші бет. Бұл жерде махариджил хуруф, әрбір әріпті қалай дұрыс шығару керек екен, әрбір әріптің өзінің шығатын жері бар. Бәға жерден шығады, вау, мим. Әр әріптің өзінің шығатын жері бар. Соны тегжей-тегжеймен подробно келесі жұмада аламыз. Сабақ түсінікті болды ма бүгінгі? Иә. Так. Иә. Абу Муса деген кім? Қайсы Абу Муса деген?